Ұрыс алдында. Ой ойласаң кең ойла, алды артыңды тең ойла. Халық мәтелі. Адамның солдат болуы, командирдің әскерлерді тәртіпке салуы оңай емес. Соғысу одан да қиын. Біздің екінші әңгімеміз бұрынғыдан анағұрлым жауапты. Алғашында біз солдатты ұрысқа әзірлеу туралы сөз еткен едік. Ендігі әңгіме ұрыстың өзі туралы болмақ, деп Бауыржан Момышұлы тағы да баяндай бастады. 1941 октябрьдің 16-сы еді. Москвадан 130 километр жердегі орман ішінде өз блиндажымызда аласа төсекте дөңбекшіп жатырмын. Қиырдағы зеңбіректер күрсілі бізде зор сарынға ұласып, бірде әнтек саябырсып келеді. Сол жағымызда шамасы бізден 20-25 километр жерде қатты ұрыс жүріп жатқан секілді. Кейіннен білдік, бұл күні немістер дивизияның сол жақ қанатынан тиісіп, танктердің тегеурінімен алға жарып өтпекші болған екен. Бірақ біздің батальон атырабында тып-тыныш. Жау біздің батальонның шебінде де, Волоколамск маңындағы бекіністің орталық шеніне де аяқ басқан жоқ еді. Төсегімде дөңбекшіп, қалың ойда жатырмын. Атқосшым Сенченко қайта-қайта қасыма келіп мазалайды. Батальонда маған емін-еркін сөз айтатын да, көңілдеп базыналық ететін де жалғыз осы еді. Біресе монша жағылғанын хабарлап, шомылуға жүрлейді. Біресе тамақ әзірдеп, ас ішуге шақырады. Ол келген сайын, кет жарман, мазамдалма деп қуып жіберемін. Япырау, мазамдалма дей бересіз, өзіңіз ұзақты күнге тек жатырсыз ғой деп күңкілдейді ол. Мен тек жатқан жоқ, ойланып жатырмын, ұқтың ба деймін. Осыншама көп ойлана беруге бола ма? Болады. Егер де менің шалайығымнан сен өлімге душар болсан, әйеліңе не деймін? Онан соң менің қарауымдағы жалғыз сен емессің. Әрине, үлкен сынақ қарсаңында, болашақ ұрыс алдында батальон командирінің істейтін жұмысы ұшан теңіз. Оның күнделікті әркіммен телефон арқылы сөйлесіп, ақпар мәлімет сұрау, кішілерге жөн сілтеу, ақыл айту, немесе оларды шақырып алып, көзбе-көз нұсқау беру, я қорғаныс шебін аралап, істің бет алысын тексеру секілді кезек күттірмейтін жұмыстары бар. Олай болса, командирдің тек жатуы лайықсыз ғой деп ойлайтын шығарсыз. Бірақ біздің генерал Иван Васильевич Панфилов командирдің басты міндеті негізгі жұмысты ойлану да, сонан соң барып іскен ойды іске асыру деуші еді. Сол айтқандай, жайшылықта болсын, ұрыс кезінде болсын, ойланбай істелген істің зардабын тартқандар, оқыс жұмысына опық жегендер аз ба? Ой ойласаң кең ойла, алды артын тең ойла деген нақыл тегін айтылып жүрген жоқ, тәжірибеден, өмірден алынған. Өзіңізге мәлім, 16 октябрьге қараған түні менің жауынгерлерім 20 километр жердегі жау ордасына тұтқиылдан шабуыл жасап, қайтып оралған еді. Осы тұңғыш жеңіс солдаттың көңілін өсертті, батальонды қайратқа мінгізді. Бұдан кейінгі нәтижесі не? Әрине, біздің бір дүркін әжет қимылымыз жауды біраз шығындатқанымен, жалпы ұрыстың бағдарын өзгерте алған жоқ. Біз Талғар полкіне қарасты 1-ші батальон Москва тұсындағы алапты бұрғыншы ұзыны 8 километр жерде шеп құрып жатырмыз. Осы мезгілде неміс дивизиялары алдыңғы жақта қару жарағын сайлап, күшін жинап, бізге ат қоюға әзірленуде еді. Соңғы 2-3 күн бойы көңілімді аздырып, жанымды жаралаған беймаза ойлар мені қайта басты. Қорғаныс шебіне орналасарда, осы 8 километрлі өңірде жауға қарсы тұратын жалғыз батальон болмас. Сырт жағымызда 2-ші, керек десең 3-ші шеп құрылып, Қызыл армияның басқа бөлімдері сол жерге іргесін жаяр деп ойлап едім. Жаландап келген жаумен сарт-сұрт салысып, оны біраз бөгеген соң кейінгі басты күшілерге барын қосылармыз деп үміттеніп едім. Бірақ Вязьма маңында майданды бұзып өткен гитлершілдер армиясы енді біздің таянғандығын, сыртымыздан бізден өзге әскери шеп жоқ екенін, сан километр жалпақ өңірде Волоколамск қаласы мен тас жолына қорған болатын тек біздің дивизия және оған көмекке берілген бірнеше артиллерия полкі екендігін бұдан 2-3 күн бұрын ғана білгенбіз. Соғыстың сол кездегі бағдары беталысы осындай еді. Қызыл армия аса ауыр міндетті мойнына алып, қосымша күш келіп жеткенше жауды Москваға жуытпай, аз күшпен бөгіп аялдатуға тиіс болды. Социалистік отанның бізді тәрбиелеп, аялап өсірген елдің қадірін мен де білемін. Өскен елін, туған жерін, жан тәнімен қорғау ер азаматтың қасиетті міндеті екенін маған аян.
Ендеше халыққа қауіп төнгенде елді сүйетіндігін жалаң әдемі сөзбен емес, ең алдымен жігерлі істен көрінуі тиіс. Сондықтан ел әмірі, отан талабы айтпасам да түсінікті. Бұл күндері менің бар ойым, ниетін, тілеген батальонға жүктелген қиын міндетті қалайда орындап, өзіміздің шепті қорғап қалу еді. Төсегімде дөңбекшіп, жағдайды толғаймын. Жаумен біздің арамыз 12-15 километр жер. Бұл өңірде Руза өзеніне дейін біздің бекінісімізге дейін немістердің жолына тұсқауыл болатын ешқандай күш жоқ. Ендеше бірнеше сағат ішінде жаудың осы аралықтан өтіп, өзен жағасына біздің шебімізге жетуі қиын емес. Жағадағы қорғаныс шебіне келігіп, қарсы күшке кезіккен жау қараңғы түнде паналап, алдағы бір орман ішінде өз күшін іріктеп, артиллериясының көмегімен ұрымтал жердегі кептесер, сөйтіп айналасы жарты я 1 километр қысың жерде түйілігіп қарсы жақтың шебінен сыналып өту амалын бұл жолда қолданар. Ал біздің шептегі күш болса өзімізге мәлім. Әрбір километр жерде бір взвод атқыштар мен бір бөлімші пулеметшілер ғана бар. Оның бер жағында менде резерв деген жоқ. Қорғаныс күштің шашаулығын, бір мен бірінің арасы алшақтығын еске алғанда, ойда жоқ жерден кетіп босталған дұшпан басқа учаскеден көмек келіп жеткенше шебімізді бұзып ілгері өтуі мүмкін. Бас есепті, жалпы жағдайды жіпке тізіп, жаудың сырын қай жерден тиісетінін, қай шамадан шабуыл бастайтынын алдын ала болжап білуге бола ма екен деймін. Бірақ жауда ақымақ емес. Мен оның айла тәсілін білуге ынтықсам, ол менің аңысымды аңдиды. Аңдасқан дұшпан әрі сұм, әрі айлакер. Менің оның күші де әлдеқайда басым. Ендеше басым күштің иесі ұрыс майданында да үстем болмаймы? Ол бір жерден кеп соқтықса, мен оған қарсы басқа учаскелерден роталарымды, миномет зеңбіректерімді жіберуге мәжбүр боламын. Сонда жаудың екінші тобы ашық қалған алапты тиісіп, ілгері жарып өтпесіне кім кепіл? Мүмкін тап осы сағатта бізден 20 километр жерде менің ойымды күні бұрын білген дұшпан миығымнан күліп отырғанда болар. Бізге қарсы түйілікке неміс қолының командирінің жорамал бейнесі көзіме елестеді. Қиялымда полковник немесе генерал шебіндегі буынына нан пісірген тақырбас паң немісті көрдім. Біздің 8 километр шепке менің батальоныма 10 тұстан бір дивизияны жұмсайды. Бұл күш оның қолында қазір жоқ болғанымен, күн ертең-ақ кейіннен келтіріледі. Немістің қиялымдағы осы әскер бастығын түстеп танысам, оның сыртын шонтуайттап білсем, қарама-қарсы екі жақтың тілсіз арбасуында, 2 айдың арпалысында өзім үстем болып шықсам деп тілеймін. Сол ойдың шығында жатып, кейде өзіме өзім бекер босқа дәмеленбе, арбасам деп әуреленбе, алдындағы ақымақ жау емес деймін. Бірақ көзге елестеткен кексе дұшпанның ызғарлы, қатал көзқарасында қазір әскери құштарлықтың нышаны білінбейді. Ол бұрынғыдай қызығып, қартаға үңілмейді. Оның жанарында өткір ақылдың, жүйрік ойдың оты көрінбейді. Осы неміс мейлі полковник, мейлі генерал болсын, әрине мені көзге ілмейді. Алдында тұрған батальонды Москва бағытындағы 8 километр шепке қорған болған бірнеше жүз жауынгерді күш екен деп елемейді. Менсінбейді. Оның ойынша шығыстағы соғыста немістер ұтып шықты. Москваға жол ашылды. Олай болса, арсымайтын істі ойлап бас қатырып не керек? Мүмкін менің қазіргі ойым қате шығар. Қызыл армияның шекарадағы бөлімдерінің ерлікпен қарсыласуы, Сполинскінің Одессаны, Ленинградты қорғаудағы табан тірескен ұрыстар бәлкім орындарғанда шығар. Мүмкін біздің түнгі шабуылымыз, иық көрсетуіміз Москва түбегіне әлі де қатты ұрыстар болатынын оған сездірген шығар. Бірақ Гитлер армиясымен бірге 4 ай ішінде шекарадан Москва облысына дейін жеткен Вязьма түбінде біздің орталық майданымызды бұзып, өнердегі ұрыстар кезінде дивизияны басқарған, енді өз ойыңды бірнеше күннен кейін автомобильмен Москва көшелерін аңғылдатып аралаймын деп, басқыншыға әлде қайда түнде тиіскен 100 шақты қызыл әскердің әрекеті шыбын шаққан құрлы көрінбейді дейсіз бе? Ол мұны жай партизандық қимылға балайды. Оны басуға полиция мен жандармерияның да күші жетеді деп жориды. Дәл таптым. Оның сасы ойы нақ осы деймін ішімнен. Кеудемді ыза кернейді. Менсінбейсің ғой, көзге ілмейсің ғой. Асықпа, ойланарсың, опық жерсің бәлем. Әзірше ой ойлап, басына ауыртқысы келмейтін жеңімпаз неменің баяғы бір ізбен қимылдауы шүбәсіз. Онысы маған аян.
12-15 километр ашық өңірде бірнеше сағат ішінде оп-оңай басып өтіп, біздің жауынгерлік күзетті серпінін тастағаннан кейін бұл жерде еріксіз миығымнан күлдім. Дұшпанның сасық ойын таптым десем де, тиянақты белгілі бір пікірге жіп тақпадым. Бастапқы бір жорамалға қайта айналып кеп соқтым. Мен баяғы бір ізбен қимылдауы шүбәсіз онысы маған аян дедім. Рас па? Мен соғыстың жайымен әдебиет, оқу құралы, уставтар арқылы ғана таныспын. Ұрыста болғандардың бірді-екілі әңгімесін естігенім бар. Өзім әскери оқуларға қатыстым, солдаттарды соғыс өнеріне үйреттім. Енді солармен бірге майданға келдім. Дегенмен соғыстың айла тәсілі маған әлі де құпия сыр болып отыр. Ұрыста өз басынан кешірмегендіктен бұл сырды қайдан біле алады? Польшада, Францияда гитлершілдер өздерінің соғыс тәсілін бір емес, әлденеше рет көрсетті. Ол тәсілі былай еді. Бірнеше жерде әскер шебін бұзып өткеннен кейін танкілер, автомашиналы мотоциклді немістер алға шапшып, әр тарапқа қанаттарын жаяды да, қарсы жақтың қоршаудағы тоз-тоз әскери бөлімдерінің біртіндеп жайпай бастайды. Олар бізді де осы амалын қолдануға тырысып отыр ғой. Осы жағын ойлана келіп, мен де серпін тастап, жарып өтіп, баса көктеп деп баяғы бір кәнігі сөздерді жаттаймын. Бірақ мұның мәнісі не? Баса көктегені қалай? Оны қалай іске асырады? Жатқа білетін қартаға қарамастан да көз алдыма жайлап аққан Руза өзені, оның бергернеуіндегі біздің бекініс, пулемет ұялары мен атыс орындары. Сырт жағымызда орман ішінде батальонға телініп берілген 8 зеңбірек жасырулы тұр. Алдымызда өзен жағасын танк өтпес тік жар. Бұдан өтіп, өзеннің ар жағына жарапқан ойша көз жібердім. Аралықта өңірдің ой қыры, бүге шүгесі маған мәлім. Жаудың күш іріктеп жатқан жерлерінен біздің бекініске келетін жолдары да білемін. Тосқауыл жасауға ыңғайлы алдағы орман, сай-сала да мана белгілі. Амал не, қорғанысқа қойлаулы осы өңірді пайдалануға дәрмен жоқ. Оның қалтарыс жерлеріне бір емес әлденеше ротаны отырғызып қоймас болмас еді. Әрине, әккі дұшпан сол орман сайды пайдаланып бізге төніп келерде. Осыны ойлағанда ішім ашиды, жүрегім қобалжиды. Әр тарапқа ой жүгіртем. Біресе жауды ту сыртынан тиіссем деймін. Біресе жасырын тосқауылдан тұтқиыл соқсам деймін. Біресе жұмын жазбай келе жатқан колонналардың артынан килігіп әлек етсем деймін. Бетпе-бет ұрыстың жоспары да ойыма келді. Осы әңгіменің кейбір жерлерінде бетпе-бет ұрыс дегенді айттым. Сіз оның не екенін білесіз бе? Білмесеңіз, бұл ұрыстың мәні былай. Айталық, жаулас екі әскер әр тұстан ілгері жорық жасап келе жатады. Ойда жоқ жерде олар бетпе-бет кездесіп, қалың, еріксіз ұрысуға мәжбүр болады. Немесе жау шабуылдап келіп жатқанда қорғаныстағы жақ оған қарсы шабуыл ұрыс салады. Міне, бетпе-бет ұрыс дегеніміз осы. Менің ойым жақындап келе бергендігінде жауға өзім бұрынғы жұдырық жұмсасам қайтер деймін. Бірақ бұған күш қайда? Әде батальон бекінісін алып шықпақпын ба? Тауда генерал Панфилов орай келсе бетпе-бет ұрыс жүргізу керек деп маған ақыл айтып еді. Бірақ 8 километр шептегі 700 адам қай жағына жетеді? Батальонды алға шығарып, бекіністі қорғаусыз қалдырсам, оны ақылға сыя ма? Іш қазандай қайнаса да, күрестерге дәрмен жоқ. Күш шағын. Менің қатты қиналған жерім осы еді. Жау жағдайын ойласам, оның өз міндетім, менің батальонымның шебін бұзып өту міндетін орындайтын амалы көп амалына қарсы қоярлық қимыл, әрекеттің қисыны жоқ. Мазасыз ой көңіліме кір түсіреді. Ішімнен құса боламын. Сансыз таяқ жегендей сай сүйегім сырқырайды. Сол күні кешке бұйрық алдым. Таңертеңгі 5-тен қалмай сол жақтағы көрші батальонның басқару пунктіне жетсін депті.